1961 жылы дәл осы күні Юрий Гагарин аспанға ең алғаш аман сау ұшып келген болатын. Сергей Королевтың басшылығымен жасалған бұл миссия ғарышты бағындыруға болатынның кепілі болды. Дедов, я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ задерена. Бүгінге дейін мыңдаған ракеталар ұшырылды және ұшырылды. Үлкендік кішісі бар, сонша ракеталар адамзаттың жаңа дәуірге, жаңа заманға және жаңа өркениетке айналуының себепшісі болды. Дәл қазір адамдарды планетаралық өркениет деп толықтай айта аламыз. Бірақ бүкіл нәрсенің қарама-қарсы жағы болғандықтан ғарышқа мыңдаған ракеталарды ұшырудың зиянды жағы бар. Менің не айтатынын біліп тұрған шығарсыздар. Сәлем достар, сіздермен Скаврон арнасы, және бүгінгі видеомыз ғарыш қоқыстары туралы болмақ. Олар қалай пайда болды, қандай зияндары бар және қандай амалдар жасауға болатынын бірге талқылайтын боламыз. Өйткені дәл осы проблема болашақта шешімі табылмаса, аяғымыздың астындағы қоқыстан да маңыздырақ болып кетуі мүмкін. НАСА-дағы консультанттардың бірі және ғалым Кеслердің есептеуі бойынша жақын арада тезірек өз шешімін таппаса, ғарышқа ракета ұшыру мүлде мүмкін болмай қалады. Сонымен ғарыштағы қоқыс деген не? Ғарыштағы қоқыс ғарыштағы жасанды объекттер және олардың кішкентай болса да фрагменттері. Олар ешқандай да қызмет атқара алмайды және пайдалы мақсатта қолдана алмайды. Алайда осы қалдықтар жұмыс істейтін және басқарылатын ғарыш аппараттарына, кемелеріне қауіпті әсер бере алады. Кейбір жағдайларда осындай қалдықтар ауданы үлкен болса, немесе олардың құрамында токсин, ядролық заттар немесе қоспалар сияқты зиянды заттар болса, олар жерге тікелей қауіп тудыруы мүмкін. Олардың орбиталық жылдамдықтарының кемуі не артуынан орбитадан шығып кетіп, жер атмосферасына еніп кәдімгі метеориттер сияқты құлай алады. Ракета өздеріңіз білетіндей бірнеше бөліктен тұрады. Ракета тасығыш, үстіңгі және ортаңғы деген сияқты. Аспандағы белгіленген мезетке жеткеннен кейін ракета тасығыш бөлікпен қоса кейбір бөліктер жерге қайтады. Өкінішке орай кейбір бөліктер орбитада қалып қойып жатады және ғарыш қоқысының санын көбейтеді. Қоқыстардың көптеп жиналуы әрине өте көп зардап әкеледі. Қазіргі кезде ғалымдардың есептеулері бойынша көлемі 10 см-ден асатын 10 мыңдаған және 1 см мен 10 см арасындағы 100 мыңдаған объект әуеде қалқып жүр. Соның өзінде ғарыштық қоқыстың пайда болуына әсер ету бойынша мына 3 ғарыштық держава көш бастап тұр. Бірінші орында бүкіл өндіріліп жатқан қоқыстардың 40%-на ие Қытай, одан кейін 27,5%-бен ақш және 25,5%-бен Ресей тұр. Қоқыстың зиянына мысал ретінде кәдімгі халықаралық ғарыш станциясын алайық. Қоқыстардан қорғану үшін 40-50 тіпті 1 метрлік алюминийден жасалынған қабаттар қорғап тұрса да, кішкентай болттың өзі зардап келтіре алады. Суретте сол жақта 120 мм алюминді қабат және оған астындағы пластиктің көлемінде ғана пластик деген. Жылдамдығы 7000 метр секундына. Сіз ойлап қараңыз, Драгунов немесе басқа снайперлердің оқтарының ұшу жылдамдығы шамамен 830 метр секундына. Бұнымен ғарыштағы 7000 метр секундтық объекті салыстыру өте қорқынышты. Қарап тұрғандарыңыздай, аспандағы кез келген кішкентай объект зардап әкеле алады. Және сол кішкентай қоқыстар әлі күнге дейін арифметикалық емес геометриялық прогрессиямен өсуде. 2009 жылы орыстардың және американдық Иридиум спутниктерінің соқтығысуы тағы да 2000-ға жуық кішкентай қоқыстарды тудырды. Ғалымдар әлі сол қоқыстарды тазартатын құрылғылар ойлап таппады, бірақ бірнеше жақсы ұсыныстар болған. Солардың бірі тазалықшы спутниктерді атмосфераға жіберу. Олар әрбір қоқыстарды иондандырып, жерге құлататын болады, бірақ лазерде альтернативті шешім бола алады. Барлығы шешіледі деп сенеміз, өйткені аспан ол жер планетасы үшін өте құнды нәрсе. Ал біз видеомызды аяқтаймыз. Видеоға лайк қойып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Біздің ВК-дағы және Инстаграм парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.